Hi everyone, welcome. This is Easy English. Today we are going to look at for and since. In English, for and since have many different uses, but today we are going to focus on time. I have lived in this flat for 6 months. I have lived in this flat since January. What's the difference between these sentences? So today it is for and since. Comparing for and since. Let's start. Сәлем баршаңызға. Бүгін біз for және since мезгіл үстеулерінің қай кезде қалай дұрыс қолданатындығы туралы танысатын боламыз. Бұл екі сөз көбінше present perfect жағының мезгіл үстеулері болып табылады. Және де for және since сөздерін бір нәрсенің, бір заттың қаншалықты ұзақ болғандығын айтқан кезде қолданылады. For example, I have been waiting for you since 8 o'clock. Мен сені сағат 8-ден бері күтіп отырмын. I have been waiting for you for 2 hours. Мен сені 2 сағат бойы күтіп отырмын. Яғни, for бізде бойы, қандай да бір уақыт аралығын білдіреді. Ал since бері, қандай да бір уақыттан бері, яғни басталған уақыттан қазіргі уақытқа дейін. Мысал үшін, since 8 o'clock, сағат 8-ден бері. Since April, апрельден бері. Since lunchtime, түскі уақыттан бері. Дүйсенбіден бері. 1984 жылдан бері. 15 майдан бері. Яғни бір уақыттан қазіргі уақытқа дейінгі аралықты біз since деп атаймыз. Яғни бері. Ал for бұл уақыт аралығын айтады. For 2 hours, 2 сағат бойы. 6 months, 6 ай бойы. 20 минут бойы, ұзақ уақыт бойы, 50 жыл бойы, 1 апта бойы. For example, he has lived in Canada since January. From January to now. Ол Канадада қаңтардан бері тұрып келеді. Яғни қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін Канадада тұрып келеді. He has lived in Canada for 6 months. Ол Канадада 6 ай бойы тұрып келеді. I have known her since 1995. Мен оны 1995 жылдан бері білемін. I have known her for a long time. Мен оны ұзақ жылдар бойы білемін. Anna has been working here since April. From April until now. Анна бұл жерде апрельден бері жұмыс жасайды. Яғни апрельден бастап қазіргі уақытқа дейін. Anna has been working here for 6 months. Анна бұл жерде 6 ай бойы жұмыс жасап келе жатыр. I haven't seen my best friend since Monday. Мен өзімнің досымды дүйсенбіден бері көрген жоқпын. I have not seen my friend for 2 months. Мен досымды 2 ай бойы көрген жоқпын. Достар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни for бойы, since бері. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.